Құрметті менің YouTube көрермендерім, қалдеріңіз қалай? Мен сіздермен керемет бір жаңалықпен бөлісейін деп отырмын. Сіздер пиязды аршығаннан кейін, яғни біз пиязды қайда қолданбаймыз? Пиязды біз барлығына қолданамыз, тамаққа да саламыз, бұны деген жөтелгенде де, қақырықты түсіруге де бұны пайдаланып жатамыз, Көбінесе қабығын біздер аршимыз да, қабығын лақтырып тастаймыз, мусорға. Жоқ, мен лақтырмаймын бұның қабығын. Қараңыздар, мен сізге көрсетейін. Мен қабығын жинаймын осылай толтырып жинап қоямын қабығын. Білесіздер ме, қабығының қандай да бір көптеген ауруларға ем екенін. Әрине, білмесеңіздер, мен сіздерге өзім айтып берейін. Яғни мен бұны шашқа да пайдаланамын. Шашының түсуі, менің босанғаннан кейін стресс дейді, әйел адамдарда көп болады. Мына көбінесе ашуланып, сондай бір күйге түсіп кетесіздер ғой көбінесе да. Сонда шаштар көп түседі. Сол себептен осы пияздан жуасынан, жуаның қабығынан көптеген жаңағыдай маскалар жасауға болады шашқа. Оны деген дәрумен ретінде қолдануға да болады. Көзіңіз көрмесе, жаңағыдай ол өте керемет. Дәрумен да көп. Мен сіздерге кеңес беремін, қабығын лақтырмаңыздар, жинаңыздар осылай. Және де қайнатып, осындай ыдысқа қайната отырып, сүзіп алып, тұндыра отыра, оны іше отыра сіздер бүйрегіңізге де пайдасы бар, қолыңызға да пайдасы болады. Көптеген, яғни диабет аурулар, көптеген ауруларға пайдасы бар. Яғни мен сіздермен бұның шашқа масканы қалай жасайды, сонымен сіздермен бөлісе кетейін. Әрі қарай тыңдаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар, подписка жасаңыздар. Мен сіздерге көптеген пияздың емімен бөлісетін боламын. Бүгін мен сіздермен шаштың маскаға қалай жасайтынын сіздермен бөлісетін боламын. Соны тыңдаңыздар. Ендеше тыңдаңыздар. Қалың және жалтыраған шаш еркектерге де, әйелдерге де керек. Шаш түрлі себептерден түседі. Бояу мен бұйралау, агрессивті кептіру мен түзету, дәрілік құралдар қолдану, жиі күйзеліс, экологиялық жағымсыз орта мен дұрыс тамақтанбау, ағзаға дәрумендер, минералдар және амин қышқылының жетіспеуі. Әрине, егер шаш өте көп түссе, трихологқа немесе дерматологқа қаралған жөн. Бұл проблемаларды біртіндеп шешу керек, ал шашты мықты әрі берік ету үшін әрқашан үй маскаларын көмектеседі. Соның ішінде пияздан жасалған маскалар тиімді әсер етеді. Пиязда дәрумендер мен минералдар көп, олар әрқашан биологиялық белсенді күйде болады. Пияз маскасы шаштың түсуін ғана тоқтатпайды, сонымен қатар ол ылғалдандырады, қоректендіреді, шашты өсіреді және жалтыратады. Пияздан жасалған маскалар жарнамаланған сусабындарға қарағанда шашқа жақсы әсер етеді. Себебі пияздың құрамында нағыз тірі кератин бар. Мұндай маскалар кез келген типті шашқа келе береді. Мысалы, мәселен, пияз қалай көмектесе алады? Тіпті ең батыл күтуден асып түсетін емдеу шаштың тез өсуіне ықпал етеді. Қай заттан құтыласыздар? Шашқа арналған шешімдер өте қарапайым болып келеді. Ол үшін 1-2 пропорциясында пияздың қабығын жылы сумен құйып, жаңағы ыстық суға салып қоясыздар қабығын. 10 сағат бойы қалдырыңыз. Бұқтырылып тұруы қажет. Бұқтырылғаннан кейін сүзіп алып, алынған тұнбаны шашты жуасыздар. Бірақ курс 3 аптадан артық болмауы қажет. Мұндай процедуралардан кейін шаштар әлде қайда күшті және сау болады. Және пияз қабығының жағымды түстерін сіңіріп сәл өзгертетін болады. Оқырмандарым, менің көрермендерім, егер сіздерге менің ақпаратым ұнаған болса, міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен шашқа пайдасы бар, өте көптеген ақпараттармен пияздың пайдасын сіздермен бөлісетін боламын алдағы уақыттарда. Себебі пияздың тек қана шашқа емес, көптеген раковый клеткалерді тоқтатуға болады. Сіздермен барлығымен бөлісетін боламын. Рахмет.